Барлығыңа сәлем достар. Жаз мезгілінде барлығымыз қызанақтан салат жасап жегенді жақсы көреміз. Ал сіз соның пайдасын білдіңіз бе? Білмесеңіз, осы видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қызанақтың құрамында адам организміне пайдалы мол В1, В2, В5, В6 және А, Е, С дәрумендері бар. Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақ гастритте, қан тамыр ауруларына, асқазан, ішек жолдары, іштің қатуы, қант диабеті, семіздікке шалдыққан науқастар үшін құнды тағам. Қызанақтың жемісінен алынған шырыны тағамға пайдаланылады. Жеміс құрамында витаминдер өте көп. Қызыл сарғыш жемісінің құрамында минералдық тұздар, С витамині, В, П тобының витаминдері, каротин бар. Қызанақты тұздап сүрмелеуге де болады. Қызанақтың сұрыптарынан ғалымдар пайдалы химиялық элемент тапқан. Онда темір, мыс, калий тұздары көп. Қызанақ адам организміне пайдалы витаминдерге бай. Ересек адамдарда жиі кездесетін варикоз, гастрит, жүрек, қан тамыр аурулары мен қан айналым жақсартады. Асқазан, ішек жолдары, іштің қатуы кезінде аса пайдалы. Өтті тазартады. Несеп айдағыш, ісіп ауруларын қорғайды. Зәрдің шығуын тездетеді. Қант диабетке және семіздіктен шалдыққан науқастар үшін құнды тағам. Қызанақ иммунитетті көтереді. Ара шаққанда, дене күйіп қалған кезде екіге бөліп басса, ара уын денедегі жаймайды және күйіктің ыстығын алады. Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақ қандай ауруларға емделуге қауқары? Псориаз, экзема сияқты түрлі тері аурулары кезінде күнде қызанақтың кем дегенде бір жемісін жеу ұсынылады. Содан кейін теріде оң өзгеріс пайда болады. Айтпақшы, қызанақ түрлі маскалар жасауға болады. Тиімді әрі қышқылдылығы төмен гастрит және асқазан жарасы кезінде күнде жаңа піскен қызанақ шырынын тұз қоспай ішуге болады. Оны күніне 3 рет жарты қасықтан немесе жарты стаканнан тамақтан кейін қолдану қажет. Емдеу курсы 2 аптаға созылады. Жаңа піскен қызанақ рационыңызға енгізілген болса, депрессия және нашар көңіл күйді оңай еңсеруге болады. Қызанақтың құрамында серотонин, яғни бақыт гормоны бар. Осы гормон жеткілікті мөлшерде бөлінбеген жағдайда адам депрессиялық жағдайға тез түседі. Сондықтан қызанақ жүкті әйелдер үшін өте пайдалы. Қызанақ катарактаның алдын алады. Егер қызанақты сүйіп жесеңіз, көздің жасының ұлғаюымен пайда болатын катарактардан қорғалады. Өйткені қызанақтың құрамында В2 рибофлавин бар, дәрумендері бар. Ал арнайы зерттеу жүргізген мамандар бұл дәрумендерді қолданатын адамдар көз ауруының осы түрінен зардап шекпейтіндерге көз жеткізген. Қызанақтың құрамында бета-каротиннің көп болуына байланысты қызанақты тағамдарда жиі қолданатын көздерінің өткірлігімен мақтана алады. Достар, бұл ақпарат сізге пайдалы болса, дәл қазір менің арнама жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Егер де тағы да осындай ақпараттар, өте пайдалы ақпараттар шыққанын қаласаңыз, менің арнама жазылып, достарыңызбен бөлісіп, лайк баса отырыңыздар. Келесі кездескенше.